Барлықтарыңызға кеш жарық. Менің атым Лагуткина Юлия. Өзім ұлтым орыс. Мен орыспын, бірақ та қазақша сөйлеп тұрмай. Солтүстіктен болам, оңтүстіктің қызы емеспін. Мен туған жерім Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы Лавровка селосы. Қазақ тілін қалай меңгердім деп айтсам, бірақ та толық меңгердім деп айта алмаймын. Мен тіпті орыс тілінде толық білмеймін. 100% білуге болмайды ғой, мүмкін емес. Бірақ та қазақ тіліне мектеп жылдарында бірінші сыныптан бастап қатты қызығушылығым болды. Енді бүгін ең бастысы инфинитивтен бастаймыз. Инфинитив ол не? Инфинитив дегеніміз ол тұйық етістікте тұратын сөздер, етістіктер. Мысалы, бару, келу, орысша сказать, сделать, написать, любить, говорить және тағы басқалар. Енді инфинитивтің екі сұрақтары бар, екі сұрағы бар. Что делать, что сделать? Что делать, яғни НСВ, СВ. НСВ дегеніміз несовершенное время глагола и СВ совершенное время глагола. Совершенное время глагола болатын болса СВ. Совершенный с әрпінен басталады, совершенное сделать. Например, написать. Писать деген сөз өзі не істеу, жазу, писать. Ол НСВ болады. Несовершенное время глагола. Что делать? Писать. Бірақ та, что сделать? Бір уақыттан кейін, мысалы, көшіріп жазу, ол переписать или написать. Совершенное время глагола болады написать, яғни осында бір нәрсе қосылады, приставка болады на, как с сияқты. НСВ, СВ. Енді, что делать, что сделать? Мысалы, мына тақтада берілген сөздер, что делать, что сделать. Яғни инфинитивті тұрған, тұйық етістікте тұрған сөздер. Работать, жұмыс істеу, отдыхать, демалу, заниматься, шұғылдану, не болмаса айналысу, спрашивать, сұрау, гулять, қыдыру, отвечать, жауап беру. Сол, мынау инфинитивте тұрған сөздер. Сол, мысалы, инфинитивте тұрған сөздер, мысалы, учиться, ол НСВ болады, несовершенное время глагола. Яғни, оның нәтижесі әлі жоқ. Мысалы, мен үйреніп жүрмін ғой, мысалы, университетте үйреніп жүрмін, оқимын, учусь. Но мен әлі дипломым жоқ, қалтамда, сондықтан несовершенное время глагола. Оның результаты әлі жоқ. Бірақ та совершенное время написать или научиться. Үйреніп алдым, жаздым, көшіріп алдым, көшіріп жаздым, оның нәтижесі бар. Белгілі бір нәтижесі бар. Сол енді учиться, изучать болады, видеть, спрашивать, слушать деген сөздер, ол инфинитив. Что ты будешь пить? Мысалы, сен не ішесің? Какой фильм ты любишь смотреть? Сен қандай фильмдерді көресің? Айтады ғой, мысалы, кіргенде, кабинетте кіргенде сұрайды, кіруге бола ма? Можно войти? Сол, можно войти, ол да не істеу, кіру, войти, это и будет инфинитив. Вчера просто были кәдімгідей қарапайым сөйлемдер, мысалы, я знакомлюсь, ты знакомишься, он знакомится, делает, пишет. Енді бүгін істеуді қосамыз. Істеу орыс тілінде де бар, наречие. Мысалы, күнделікті өмірде қайталанатын сөздерді білетін шығарсыздар. Мысалы, громко, он громко разговаривает. Яғни конструкция мынандай болады. Конструкция мынандай. Кто? Кім? Қалай? Как? И разговаривает глагол. Плюс глагол. Глагол етістік, да? Етістік. Кто как? Мысалы, бірінші жақ мен, я. Мысалы, глагол писать, жазу. Я пишу и добавляем наречие как ортасына. Яғни, осында subject, object деген, қазақ тілінде етістік, басында зат есім, мен етістіктің ортасында істеуді қосамыз. Мысалы, я пишу красиво, мен әдемі жазамын, ол жай сөйлеп тұр, он тихо разговаривает, это в настоящем времени, или жай сөйлейді. У него голос тихий, он всегда тихо разговаривает, да? Вот. Домашнее задание будет вот одно из этих, это написать такая, конструкция бойынша сөйлемдерді құрастыру. Кем дегенде он сөйлем. Например, ты хорошо учишься, отлично учишься. Яғни ортасына біз наречиені қосамыз. Как хорошо.
Қазақ тілінде етістік ол әрқашан сонда тұрады, иә? Мысалы, мен жақсы оқимын. Можно орыс тілінде олай емес. Можно говорить, я хорошо учусь. Я учусь хорошо. Вы можете сказать, ты хорошо учишься или ты учишься хорошо? Он учится хорошо. Учится, но хорошо. Ну, конструкция, да. Яғни орын ауыстыруға болады. Так, вы читаете книги, да? Они переводят статьи. Ученики изучают историю. Друзья знают мой адрес. Студенты вечером отдыхают. Я? Кешке студенттер демалады. И қазақ тілінде көбінесе үстеу ол, мысалы, мезгіл үстеу болатын болса, ол алдыға шығады, сосын зат есім, сосын сонда етістік болады. А в русском языке можно, они вечером отдыхают, вечером они отдыхают. Он говорит правильно, вот такая конструкция. Он правильно говорит или он говорит правильно. Можно усложнять предложение. Например, он громко разговаривает, но тихо, допустим, тихо думает. Типа это болады. Разговаривать обязательно өтір, потом... Обязательно өтір. Ну это біз әлі өтеміз. Это бөлек тақырып болу керек, потому что в русском языке сложно сочиненные, сложно подчиненные предложения деген тақырып бар.